Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Мен сіздерге өте әдемі болып шығатын және дәмді болып келетін жылқы бауырынан бауыр торт жасап көрсететін боламын. Видеомның соңына дейін болыңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар және қоңыраушаны басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге алдағы уақытта әдемі әрі дәмді тағамдарды жасап көрсететін боламын. Пайдалы ақпараттарға толы менің каналым. Көріп тұрғандарыңызда мясорубкадан майдалап өткізілген бауырдың үстіне сүттің азырақ мөлшерін құйып, кішкене араластырып алып, және тұз бен қара бұрышты салып тағы да араластырасыздар. Сосын одан кейін күнделікті тағамға қолданып жүрген сұйық пісте майын құйып, тағы да араластырып аласыздар. Оның үстінен жұмыртқамызды саламыз, тағы да араластырып, кішкене сүттің азырақ мөлшерін салып, тағы да араластырып, осылай сүтті 2-3 бөлікке бөліп құйып қозғап отырсаңыздар өте әдемі шығады. Ұнды да солай себелеп отырып, азырақ мөлшерден қосып тұрып араластырып, дәл блинчиктің формасында етіп шығарасыздар. Бауыр тортымыздың жалпы қоспаларының мөлшерлері менің видеомның астындағы описание бөліміне жазылған, сонда кіріп көрсеңіздер болады. Міндетті түрде жаңа жылдық дастарханға жасаңыздар, өте әдемі болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай қоспалардың бәрі қосылып, осылай әдемі араластырылып, әдемі тестамыз шығады қазір. Көріп тұрғандарыңыздай ұнды аз мөлшерден себелеп қосып, осылай араластырып жасайсыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің қамыр тестамыз, біздің блинчигіміздің тестасы дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай қызып тұрған тапада осылай блинчиктен кішкене қалыңдау болып шығады. Осылай құйып, бауыр блиниларын жасап аласыздар. Міне асты кішкене қызарғанда екі шетін осылай алып, екі шетін төңкеріп, осылай пісіріп аласыздар. Баяу астын төмендетіп, газымыздың осылай баяу отта пісіресіздер. Өте дәмді әрі біздің ағзамызға керекті дәрумендер бар, бауырда білесіздер. Егерде сіз бауырды өзін жей алмайтын болсаңыз, ұнатпайтын болсаңыз, осылай салат қылып, осындай котлет істеп, және осындай бауыр торт істеп жеулеріңізге мен кеңес беремін. Және барлық блиниларымызды жасап алдық. Жаңағы қоспадан бізде 8-13 блини шығады. Таза тапамызға сұйық пісте майын құйып, қызып тұрғанда осындай пияздың жарты бөлігін ірі етіп турап, осылай қызартып қуырып аламыз. Қызарған пияздың үстінен қызыл бұрышымызды салып, кішкене араластырып, түсі кішкене қызарғанда оның пияздарын бәрін сүзіп алып, біздің үккіштен өткізілген сәбізіміздің үстіне ыстықтай құятын боламыз. Сәбізді осылай үккіштің майда бөлігінен өткізіп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай ыстықтай араластырып жатырмын. Біздің бұл сәбіз салатымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай мына жерде 8-10 блини шыққан. Осылай таза тарелканы алып, блиниларымызды жинайтын боламыз. Бірінші блинimizдің үстіне майонезден жасалған соусымызды құямыз. Соусқа майдаланған чеснокты саласыз, және аскөктің, яғни укроптың кішкене бөлігін салып, соусымызды дайындап, осылай арасына жаға отырып, үстінен сәбіз салатымызды саламыз. Сәбіз салатпен бауыр тортқа өте жақсы дәм береді.
үстін осылай блиниларымызды қойып, соусымызды жағып, дәл осы видеодағыдай қайталап жасайсыздар. Міне соустың үстінен осылай сәбіз салатымызды себелеп қосып, міне мына жерде блиніміздің бәрін соңына дейін жинап алдық. Енді үстін әзірлеуге жұмыртқаның ағын үкіштің майда бөлігінен өткізіп аласыздар. Және жұмыртқаның ағын, оны да майда бөлігінен өткізіп, екеуін екі бөлек осылай укроп үшеуін қатарымен осылай өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Кесіп қойсаңыздар да болады дастарханға. Тура торт сияқты қылып үшбұрыш етіп, болмаса ромбик тәрізді қылып турап қойсаңыздар болады, немесе осылай бүтін етіп қойсаңыздар да болады. Бетін бәрін кезектестіріп, аскөкпен, жұмыртқаның ағымен, сарысымен сәндеп алдым. Жан жағына осы жұмыртқаның сарысын себелесіп қойсаңыздар болады. Сіздің дастарханыңыздың көркін өте әдемі қылып ашатынына мен кәміл сенемін. Міне көріп тұрғандарыңыздай бауыр тортымыз толығымен жиналып болды. Осылай әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.